Отан. Осы сөз әр адам үшін жылы, ерекше және жүрекке жақын. Отан әр адамның ішінде әртүрлі ой тудырады. Мен үшін отан символы жылқы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы жылқының қанатымен жиектелгені белгілі. Жанына халқымыздың жылқы жаққан, жылқыға жетпеген көз жаутаң қаққан. Мінсең ат, ішсең қымыз, жесең қазы, қашаннан қазақ халқы жылқы баққан. Атты артық көрген еліміз мінген тақтан, қызығай біздің бәйге қырда шапқан. Шыдарма қазақ жаны ұшып кетпей, аттарға шаң шығарып келе жатқан. Мал сырлас аттың сыры маған мәлім, жырым жылқы жүйрік ат салған әнім. Аспан асты жер жүзі кең сахара, күн көріп атам қазақ келген мәлім. Қазақтың жылқаң сатқан жарлы байын, жарлыны жалғыз атсыз алды уайым. Сүйген жар сенген достан жылқы жақын, білген жан бекер демес аттың жайын. Деп ұлы тұлға Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасынан үзіндіні алып отырмын. Отан бейнесі мен үшін бұл кішкентай ғана символ ретінде жылқы болып табылады.